Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен маш көженің рецебімен бөлісемін. Бұл сорпа өте тойымды әрі пайдалы болып келеді. Сорпамызды дайындауға бізге керек заттар: сәбіз, пияз, картоп, тәтті бұрыш, етімізді бәрін турап дайындап қойдым. Және ең басты қажет зат бұл маш және күріш. Енді дайындауға кірісеміз. Қазанымызды қыздырып, сұйық майымызды құйып, етімізді салып қуырып аламыз. Етімізді қуырып алғаннан кейін үстінен пиязымызды салып, екеуін жақсылап қуырамыз. Одан кейін сәбізіміз бен тәтті бұрышымызды салып, екеуін қоса отырып, араластырып, жақсылап қуырып алғаннан кейін томат пастасын саламыз. Және дәміне қарай тұз салып, жақсылап қуырамыз. Және қуырып болғаннан кейін үстінен суын құямыз. Мен машты етпен бірге салып пісіремін, себебі маш ұзақ піседі. Шамамен етпен бірге 1 сағаттай қайнаттым. Бетін жауып, баяу отта қайнатамыз. Және піскеннен кейін күрішіміз бен картопымызды салып, піскенше 10-15 минут қайнатып пісіреміз. Қажетті заттардың барлығын астында описание бөліміне қалдырамын. Егер видео ұнап жатса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне біздің маш көжеміз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.